Сәлем баршаңызға, сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын қанымның рецептімен бөлісетін боламын. Кейбір жерлерде орама дейді, біз жақта қаным деп атайды. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, салқын суымызды және тұзымызды және де бір жұмыртқамызды қосып, лафатан көмегімен араластырып алатын боламыз. Тұзымыз, жұмыртқамыз бір келкі еріп, тұзымыз араласу қажет. Толықтай араластырып болғаннан кейін ұн илеуіштің көмегімен өткізілген ұнымызды алып, қамыр илеп алатын боламыз. Қаттылау қылып илейміз. Сонда қамырымыз жақсы жайылады. Және де достар, сіздерге айта кетейін, Instagram парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Сол жақта да түрлі рецептердің үзіндісі болып жатады. Осылай қолдың көмегімен қаттылау етіп қамыр илеп аламыз. Жарты сағатқа тұндырып қойып, салмасын дайындап аламыз. Салмасына кез келген салма жарайды. Мен картошкамен ұнайтын болғандықтан картошканы қосып жасаймын. Дайын болған тұнып тұрған қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Отбасы санына қарай жасай берсеңіздер болады. Көп болса қамырыңызды көбірек илеп, аз болса азырақ илеп. Бізде отбасы саны аз болғандықтан 2 зуала жетеді бізге. 2-ге бөліп алып, осылай зуалап алатын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Астыңғы бөлімде описанияны өтіп көре аласыздар. Және де каналымда түрлі рецепттер бар. Нанның түр-түрі. Кеше осы видеодан алдын мини лепешкелерінің рецептерін шығардым. Одан алдын дымлама шығардым. Қажетіңізге жарап жатқан рецептерің болса, оларға да кіріп, тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Осылай қолдың көмегімен ең алдыменен жаямыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Менде жаятын жерім кішкентай болғандықтан жайған кезін көрсете алмадым. Қолдың көмегімен одан кейін сыпыраға апарып жайып алдым. Жайып болғаннан кейін осылай столдың үстіне қойып, жарты бөлігін, столым кішкентай ғана болғандықтан, жарты бөлігін кесіп алып, салмасын салып шықтым. Бірінші майымызды жағып шығатын боламыз. Майымызды жағып болғаннан кейін барып үстіне салмасын саламыз. Толықтай жағып, бетіне салмасын осылай қолдың көмегімен жағып шығатын боламыз. Жақсылап сеуіп алғаннан кейін осылай рулет тәріздес етіп орап алатын боламыз. Екіншісі бөлігінде осылай майлап, салмасын салып, оны да рулет тәріздес етіп орап аламыз.
осылай екі бөлікке бөліп қойып шығамыз. Сонда қамырымыз жақсы піседі. Және бет жағына кішкене майлап жіберсеңіздер де болады. Бет жағын сәл-сәл ғана майлап жібердім мен. 45 минутқа қойып, газге пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма да тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.